YouTube каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз киндер сюрприз тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен сгущенканың бетіне осылай 5 жұмыртқаны жарып салып, жақсылап миксерлейміз. Содан соң ұн және разрыхителді електен өткізіп, оны да бөліп қосып, массамызды дайындап қоямыз. Бұл бізде молочная девочка тортының рецептісі. Оригинал осындай рецептпен жасасаңыздар, сүттің дәмі шығып тұрады. Бұл торттың негізгі ерекшелігі осы дәмінде, яғни сүттің дәмі шыққаннан кейін бұны молочная девочка деп атаған. Жұмсақ, өте тәтті торт болып шығады. Осылай дайындап болғаннан кейін біз 18 диаметрлік формаға тортымызды құйып шығатын боламыз. Әрқайсысынан менде 3 қасықтан салып шыққанда 11 корж дайын болды. Жан-жағының барлығына жеткізіп, теп-тегіс етіп жағамыз. Дайындап болғаннан соң пешті қыздырып, міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіреміз. Қарап тұрып пісіресіздер, өйткені жұқа болғасын тез-тез піседі. Бірінен кейін бірін салып, тез-тез пісіріп аласыздар. Сонымен біздің тортымыздың корждары дайын болады. Дайын корждарымызды дәл осы формамен, яғни 18 диаметрмен тортты жинап шығамыз. Менде кремі 30% натуральный сливки, творожный сыр креметте және сахарная пудра. Осы үшеуінен жұмсақ крем дайындап, барлығын осылай бірінен соң бірін кезектесіп жинап шықтым. Содан соң бір күнге алып қойдым. Бір күнде торт кремді сіңіріп, өзінің формасын ұстап әдемі болып шығады. Сонымен бір күн тұрса тіпті жақсы, немесе 8-9 сағат ұстауға да болады. Бұл тортымыз дайын болғаннан кейін бұның сыртымен шоколадты ганашпен қаптаймын. Яғни шоколад және сармаймен жасаймын оны. Ең алдымен шоколадымызды водяной баняда ертіп алатын боламыз. Оның барлығын қазір көрсетемін. Тортты мен осылай холодильникке жібергеннен кейін бірден ганашын дайындай бердім. Осылай шоколадтарды бөліп су моншасында дейміз, яғни шоколадты араластырып тұрып ертесіздер. Сол кезде осылай сұйық масса болып шығады. Бір-біріне жабыспай қою болып қалмайды. Сосын ыстық күйінде үстіне сармайды қосып араластырамыз. Араласқаннан кейін 2 минуттай ғана миксерлеп холодильникке саласыз. Одан кейін 30 минуттан соң тағы алып миксерлейсіз. Тағы да 30 минут, солай 2 рет, 3 рет қайталауға болады. Одан кейін пайдаланар алдында бір миксерлеп жібересіздер. Сонымен біздің шоколадты ганашымыз дайын болады. Өте оңай. Мендегі торт осылай холодильникте бір күннен соң шықты. Сыртындағы пленкасын алып тастап, жан-жағындағы өзінің несінің кольцосынан босатып аламыз. Ақырындап пышақтың көмегімен ашып алып, сосын бір тегістеп жібереміз. Одан кейін маған керек форма, яғни менде жұмыртқаның формасы шығу керек киндер сюрприз бойынша. Бұл тортты негізі мен өзімнің 3 жасар қызымның туған күніне арнап жасағанмын. Өзі YouTube'дан көріп, менен осылай сұрап жүрген болатын. Жасап берші деп, сондықтан осылай жасауды жөн көрдім. Бұл менде бірінші рет жасалып тұрған торт. Тегістеп жібереміз. Одан кейін керек формасына қарай мен пышақпен кесіп алдым. Кескен кезде көрініп тұр, уже кремі сіңген және жұмсақ торт екені. Содан соң бір тегістеп жібереміз. Яғни менде бұл арасына жаққан кремнен кішкене қалған болатын. Соны алып, сыртын барлығын бір тегістеп жібердім. Тегістесеңіздер, келесі жұмыс жасаған кезде өте оңай болады. Яғни артық корждар шығып тұрмайды. Бұны да 1-2 сағатқа холодильникке қоясыздар. Ең алдымен шоколадпен қаптайтын кезде торт бірінші холодильниктен шыққан болуы тиіс. Және сіздің ганашыңыз миксерленген, өзінің бір қоймалжың формасын ұстап тұруы тиіс. Сол кезде торттарыңызға жақсы жағылып, теп-тегіс формасын шығаратын болады. Мінекей көріп тұрсыздар. Қазір араластырып көрсетемін. Дәл осындай болғанша миксерлеп осылай жасайсыздар. Содан соң кондитерский мешокқа салып, тортты барлық жеріне жететіндей етіп айналдыра отырып жағып шықтым. Сосын тегістеп, жарты сағатқа ғана холодильникке салдым да қайтадан бір тегістеп жібердім. Сонымен біздің тортымыз дайын. Яғни іші молочная девочка, сыртында шоколад, өте керемет дәм болып шықты. Жеген кезде нағыз киндердің дәмі сияқты болып шықты. Одан кейін біз мастикамен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни бұл тортты жасаған кезде сіз тек қана тортты жасап үйренбейсіз. Сонымен қатар молочная девочка тортының оригинал рецептісін, ганашпен жұмыс жасау, дұрыс дайындауды,
қаптауды, сонымен қатар мастикамен дұрыс жұмыс жасауды үйренесіздер. Мастикадан бояу шығару, оны жаю, солардың барлығын қазір айтатын боламын. Бұның барлығымен ақылы түрде мастер-класстан оқығанмын, бірақ сіздер үшін мен мұны өзім тегін сабақ ретінде салып тұрмын. Мінекей тортымыз дайын, бұны холодильникке алып қоя тұрамыз. Ең алдымен мастикамен жұмыс кезде барлығы құрғақ және тап-таза болуы керек. Барлығын мен салфеткамен сүртіп алдым. Қолыңызда құрғақ болуы тиіс. Сосын мастиканы жайғанда ұнды пайдаланбаймыз, кукурузный крахмалмен жаямыз. Сахарный пудраны көп ұстай берсеңіз, құрамында қант болғаннан кейін бұл тез жабысып ерігіш болып келеді, сондықтан крахмалда отырасыздар. Қалыңдығын 4-5 мм-де етіп қана қалдырасыздар. Қатты жұқа немесе қалың болмауы керек. Содан соң ақырындап тортыңыздың формасына қарай осылай икемдеп үстіне жайып шығатын боламыз. Барлығын тегістеп жібересіздер. Ең алдымен тура келтіріп алсаңыз болғаны, қалғанын біртіндеп келтіре бересіздер. Содан соң маған қызыл бояумен керек. Ол үшін мен пищевой краситель, яғни кондитерский дүкеннен алғанмын. Соны арасына қосып осылай араластырып шықтым. Соза отырып араластырсаңыздар тез бояуы шығатын болады. Сосын кукурузный крахмалмен жайдым. Торттың жан-жағына жететіндей етіп, барлығын бұны да қатты жұқа немесе қалыңдай емес, жететіндей етіп жайып шығамыз. Содан соң керек формасына қарай кесіп ала беретін боламыз. Мастикамен жұмыс өте оңай. Тек сол жаңағыдай құрғақтықты, тазалықты сақтасаңыз болғаны. Сосын кукурузный крахмал міндетті түрде. Ұн бұған жарамайды, жабысып қалады. Құрамында қант болғасын жабысқақ өте. Қолыңыз барлық жері құрғақ болуы тиіс. Негізі осылай қолмен жасаған дұрыс. Перчаткамен де жасауға болады, бірақ перчаткадан қолыңыз терлеп кетеді, сондықтан бұл мастикамен ұзақ жұмыс жасауға жарамайды. Қолыңызды жуып құрғатып отырасыз, сол кезде жақсы жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей осылай пышақтың көмегімен киндер сюрприздің астыңғы жағы қызыл және ирек болып шығады, соны қаптайтын боламыз. Осылай барлығын қиып алдым, өлшеп. Содан соң тортымызды холодильниктен шығарамыз. Керек формасына қарай айналдыра отырып ақырындап жабыстырып шығатын боламыз. Бір-біріне жақындатып ұстап тұрсаңыздар өзі жабысады, немесе жабыспай жатқан кезде кішкене сумен жабыстырып жіберуге болады. Кішкене су жағып жіберсеңіздер тез жабысып қалады. Содан соң қайтадан холодильникке саламыз. Одан кейін мен кішкене детальдар қостым, яғни қызымның жаңа көрсеткен суретінде бұның қалпағы, аяғы, қолы бар киндер екен. Солардың барлығын өзім қолдан жасап шықтым. Шапкасында, қолында барлығы менде мастикадан, жеуге жарамды. Осылай ұстап тұрсаңыздар тез жабысады, айтқанымдай. Шапкасын осылай шпажкамен жасап шыққаннан соң төбесіне шпажкамен қададым. Содан соң осылай жасап шықтым. Одан кейін аяқтары, сосын қолдары, одан кейін бір қолына мен 3 деген цифраны қыстырамын, екінші қолына кәдімгі киндер сюрприздің шоколадын қоямын. Қызым мұны вау деп жақсы көреді, өте қатты жақсы көреді, сондықтан қызым өзі көрген кезде қатты қуанып, суретке түсіп, неке көзін, осылай аузын мен жай қағаздан ғана шығарып ала салдым, сосын кішкене су жағып жабыстырып шықтым. Мінекей тортымыз осымен дайын. Енді сіздерге ортасын кесіп көрсеткім келіп тұр. Ортасы кескен кезде барлығы теп-тегіс әдемі болып шыққан. Дәмі деген енді сөзсіз керемет, ауызда еритін, өте керемет торт болып шықты. Үйдегілер ауызашарда, ауызбектер кезде шаймен жеп жүр. Жасап көріңіздер, балдарыңызды осылай туған күндерінде қуантып жасап берсеңіздер болады. Көргендеріңіздей бір жасаған кезде жасауға болады. Менде бірінші рет жасап тұрғандағы шыққан формасы. Өздеріңіз көріп, бағасын беріп, лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды жаза кетіңіздер. Алда көптеген видеолар салатын боламын. Мені қолдап өтіңіздер, менің каналымның дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қоса өтіңіздер. Көргендеріңізге көптен көп рахмет. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.